Merhabalar, nasılsınız? Türkçeleriniz nasıl gidiyor? Türk dili nasıl gidiyor? Eee, Zorlanmıyor musunuz? Yani қиналып жатқан жоқсыздар ма? Деген сөзбен бастайық бүгін. Қалайсыздар? Бүгін біз әрі қарай жалғастырамыз. Мына жерде емес деген жалғауды қалай айтамыз түркше, соны үйренеміз. Емес деген сөзді мына отрицательная частица деп değil деген сөзді арқылы қолданады екен. Біз алдында сұрақ қойып үйрендік қой. Мысалға, мынау маса, яғни мынау парта ма, мынау машина ма, мынау дәптер ме, мынау дәрігер ме деген сияқты. Соны енді жауап ретінде алдында хайыр деген сөзді, evet деген сөзді қосымша үйренген едік. Яғни хайыр, доктор, яғни değil, дәрігер емес, мұғалім емес, парта емес, орындық емес, дәптер емес дегенді қалай айтамыз? Кеттік. Түркшеде değil деген сөз арқылы емес деген сөзді айтады екен. Яғни сұрақ қойылған кезде, мысалға анықтамасын бір нәрсенің сұраған кезде, яғни ол болымсыз жағдайда емес деген сөзді қолданады екенбіз. Бұл маса мы? Бұл парта ма, стол ма? Яғни хайыр, бұл маса değil. Яғни емес дегенді білдіреді. Бұл стол емес. Стол емес. Тағы бірнеше сөйлемдер айтып көрейік. Мысалға, мына жерде бұл долап мы? Hayır. Bu dolap değil дегенді қоса саласыз, оп-оңай. Қазақшадағыдай сөйлемнің соңында жалғаймыз болымсызды. Сөйлемнің сөзден кейін, яғни айтылып жатқан нақты сөзді болымсыз жағдайға емес арқылы. Bu şehir mi? Şehir değil. Арасына әрине алдында хайыр дегенді білдіріп тұр. Хайыр. Yani bu kitap mı? Hayır, kitap değil. Bu defter. Bu köpek mi? Hayır, bu köpek değil. Bu it. Немесе bu yıldız mı? Hayır, bu yıldız değil. Bu ay. Мысалға. Сол сияқты. Bu sokak mı? Bu köşe mi? Ya? Hayır, bu sokak değil. Bu cadde. Yani үлкен жол. Ya? Үлкен көше. Солай. Bu arkadaş mı? Hayır, bu arkadaş değil. Öğrenci. Tanıdık birisi. Сол сияқты, яғни değil, емес. Ол емес. Мынау емес. Bu mu dese, бізде мынандай сұрақтар да бар. Bu mu? Yok, o değil. Яғни сіз сатып алған кезде де осыны қолданасыз. Мынау ма десе, жоқ, ол емес. Bu mu? Мысалы жазып қояйық. Bu mu? Hayır. O değil. Ол емес. Мынау ма десе, жоқ, ол емес. Басқасы. Сол секілді. Келесі біздегі тақырып жалғаған кездегі дауыссыз дыбыстардың бір-бірімен үйлесімі. Яғни ол кезде қалай өзгеріп кетеді, соны үйренеміз. Яғни сөздердің соңында қандай дауыссыз дыбыспен бітеді және келесі жалғаған кезде қандай жалғаудан басталады. Бізде қазақшада бар еді ғой. Қатаңға қатаң деген сияқты. Ұяң, үндіге ұяң. Тура сол сияқты мына жерде де сондай екен түркшеде де. Түркшені үйренем деп қазақшаның да кейбір ережелерін еске түсіріп алдым мектеп кезден. Мысалға мына жерде көрсетіп қойыпты. Мынандай
дауыссыз дыбыстар бар ғой, андай қатаң к, ф, ч, яғни андай бүйтіп қатаң түрде айтылады, прям қатты айтылатын сөздер, қатаң дауыссыз дыбыстар дейді, ана т деген сияқты. Үнді үнемі есімде болады, себебі бұрын қазақ тілде мұғалім айтқан еді. Р, Л, И, У, М, Н, Ң, ол үнді. Р, Л, И, У, М, Н деп жаттатқызған. Сол есімде. Мына жерде қалғандардың барлығы, мысалы, үнділер Б, Д, қандай еді өзі? Б, Д. Солай, және қалған дауыссыздардың барлығы К, Қ, Т, С, Ч дегендердің барлығы қатаң дауыссыз. Яғни өзіңіз мына қазақшада сөйлеп жүрген кезде байқайсыз ғой, қандай жалғауға болатын. Біз уже интуитивно білеміз ғой. Сол сияқты мына жерде де буынға бөлу арқылы соңғы дауыссыз дыбыс немен бітеді, соған қарай жалғау жалғаймыз. Мысалға, чичек, гүл деген сөз, чичек, чичек, те. Яғни к қатаң, оған т. Бұл не деген білдіріп тұр бізде, қандай жалғау? Гүлде деген сөз, гүлде. Гүлде. Сынып, сыныпта, сыныпта деген сөз. Қайда деген сұраққа жауап беріп тұр ғой. Ач, ағашта, ағашта деп тұр. Қазақшадағы қайда деген сұраққа жауап беріп тұр ғой. Сол жұрнақтарды. Мейдан, н үнді, үндіге. Мейданда, яғни мейдан та деп айтамаймыз ғой, даже тілімізде келмейді. Мейданда. Сахил, сахилде. Р, Л, И, У, М, Н, Ң деген үнді еді. Үндіге ұяң де деген болып тұр. Сахилде деп тұр. Оңай негізі. Өте оңай болып келіп тұр. Қиналудың қажеті жоқ. Мысалға, мына жердегі сөздер алып көрейік енді. Мысалға, гүл. Розада дейма? Гүлде. Гүл болса, Л үнді болып тұр. Гүлде деп жалғаймыз. Мысалға, мына жерде кеди. Кедиде уже не болып тұр? Дауысты дыбыспен болып тұр. Ол оп-оңай. Кедиде. Ешқандай да бір өзгеріс көріп тұрған жоқ, яғни. Шехир, шехир немен бітіп тұр? Қалай жалғаймыз, қалай ойлайсыздар? Шехир плюс қалада болса, шехирде. Р ұяң, Р ұяң. Үнді. Р, Л, И, У, М, Н деп едім ғой, үнді. Шехирде. Мысалға, мектуб. Хатта қалай жазылған? Мектуб. П. Қандай? П қатаң. Мектуб та. Мектуб та. Мына жерде тағы қандай? Сөз. Сөз мысалға. Қандай өшіргіш алып. Мысалға, сөз. Сөз, сөзде. З. Ұяң, з деген ұяң еді ғой. Сөзде. Йылдыз, йылдызда, тағы не? Долап. Долап. П немен біттір? Қатаң. Долапта. Қайда деп сұраған кезде? Долапта. Оп-оңай. Қиналмайсыздар негіз. Қиналатындай да емес. Чичек, чичекте. Мына жердегі сөздердің барлықтарын істеп қойсаңыз болады. Күшта, китапта, сөзлікте, тақтада, дөртте, жетвелде, вургуда, сокакта, көшеде деген сөз, сокакта. Bir şeyler oluyor деген кезде. Осылайша қызық болды деген сенімдемін, ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сіздерге сабақ оңай болсын деп тілеймін. Сау болыңыз. Бай-бай.